Сәлем, сәлем. Бізде спорт гимнастикадан сұрақ-жауап айдары. Келесі спортшымыз Дарын. Дарын, сәлем. Гимнастика сен үшін не білдіреді? Гимнастика мен үшін дене созылуы, дене шынықтыруы және батылы. Гимнастикаға алғаш келген кезің есіңде ме? Қандай сезімде болдың? Ең алғашқы келгенде мен өзімді бөтен сезіндім. Неге бөтен сезіндің? Себебі айналадағы адамдар маған таныс емес көрінді. Таныс емес көрінді. Қазір ше? Қазір бәрін танимын. Сен үшін еркін орта. Иә. Жеңіске жеткен сәтің есіңде ме? Сол сәт қандай болды? Жеңіске жеткен сәт өте мен үшін қуанышты болды. Қуанышты. Гимнастика саған не үйретті? Гимнастика маған өз-өзіне сенімділік, батылдық және бірдеңені істей алмасаң, қайта-қайта үйрене бер. Демек, қайтпайтын қайсарлықты үйретті, иә, өзіңе. Қай жаттығудан кейін өзіңе риза болдың? Өзіме мостик жаттығуынан кейін риза болдым. Бұл спортпен айналысқысы келетін балаларға не айтқың келеді? Бұл спортпен айналысқысы келетін балаларға батылдық, қайсарлық және өз қалауымен істейтін тілеймін. Гимнастикаға келмегеніңде өмірің қандай болар еді деп елестетесің? Егер гимнастикаға келмесем, дене бүтін қатып қалатын еді. Қазір сен денеңмен, яғни қатты жұмыс жасап жатсың, иә? Иә. Саған денең бағынып жатыр ма? Иә. А бұрын ше? Бұрын бағынбаған. Бұрындары бағынбаған, демек өте қатты еді, иә? Сен үшін бапкер қандай рөл атқарады? Мен үшін бапкер бірдеңені істей алмасаң, саған көмектесетін адам. Жақсы. Командаң, осы ортаң туралы не айтасың? Ортам өте жақсы. Қасымдағы